Вечером в 18 часов будут читать один из моих стихов. Хорошо, что стихи работают. Передавали, читала заслуженная артистка Российской Федерации Любовь Кочияева. Читала хорошо. Туған қарачай тауларым мені, тебіреткенсіз сіз бешігіме. Сабилігімді өсіп бұлай долы болғанда, халқыны қойнында. Құш қанатланы бергенді халқым, аула деп маңа дүнияны башын. Жанымча сүйген өзелле қолла, бергенсіз маңа ежуле жырла. Бергенсіз сізден мен тілегенні, күчнү қаруну халал жүрекне. Игисе деп маңай тейселе, халқым үйреткент мен алайға. Адамға сый бер, сүй деген сесен, қайры барсам да халқым біргемет. Жолым болғаны аны үшін ет. Сенсе өмірге да, сен жан үлішім, уллу қыралда уллуса халқым, аны бұлады жашауым антың.